Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен капуста мен сәбізін салған корейский салат жасаймыз. Достар, егер де сіздерге менің рецептім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басыңыздар. Бізге керек заттар салатқа цветной перец, бір огурцы, бір сәбіз, капустаның 4-тен 1 және чимчим, готовый чимчим соус. Цветной болгарскийімді турап алдым. Енді капустаны тураймыз. Осылай огурцымызды турап аламыз. Майдағы май сәл жуандау үрлеп турау керек. Туралған огурцы мен болгар бұрыштарын өстіп ыдысымызға салып қоямыз да, енді капуста мен сәбіздерімізді турап аламыз. Капустаны турап алдым. Енді бір ыдысқа салып қояйын. Үстінен кейін шамалы тұз салып, қолымызбен мыжимыз. Сәбізімізді осылай төгілген өткізіп аламыз. Міне өткізіп болды. Енді бұны да ыдысымызға салып, кішкене тұз саламыз. Үкістен өткен сәбізімізге азғана тұз салып, араластырып, сосын мыжамыз қолымызбен. Капустаны да солай. Бұған да азғана тұз салып, араластырамыз да қолымызбен мыжамыз. Сөйтіп бәрін қосып, араластыратын боламыз кейін. Сәбізімізді қолмен мыжып аламыз. Туралып алған көкөністердің бәрін бір-біріне салып араластырамыз. Салатымыз дайын болады сөйтіп. Бұған енді дайын чимчим соусын құямыз. Дайын соусты құямыз. Сонымен жақсылап араластырамыз. Достар, біздің чимчим салатымыз дайын болды. Егер де менің рецептім ұнап жатқан болса, сіздерге каналыма тіркеліп, коммент жазып, қоңырау шауды басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Түрі өте әдемі көрініп тұр.